Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет инстаграмда хит болып жатқан Орео пирогын дайындайтын боламыз. Енді тіптен керемет болып шығатын пирогтардың бірі екен. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен біз осылай ерітілген сары майымызды алдына ертіп алдық. Ендігі үстіне бір дана жұмыртқамыз салып, және де қантымыз салып, жақсылап барлығын біріктіріп араластырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Ендігі үстіне біз ұнымызды қосатын боламыз. Және де какаомызды, разрыхлителімізді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, біріктіріп, қамырымызды елеп алатын боламыз. Өте жұмсақ, керемет қамырымыз дайын болады. Қолға жабыспайтын осындай керемет қамыр. Енді осы қамырымызды формамызға толықтай тегістеп, бортиктен шығарып жайып алатын боламыз. Мына осылай барлығын тегістеп жайып шықтық. Біздің қамырымыз дайын болды. Ендігі ішіне салмасын дайындаймыз. Мұнда бізде қаймақ 25%. Осындай қаймағымызды құйып, үстіне 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Және де қантымызды саламыз. Жүгері крахмалымызды саламыз. Барлығын жақсылап біріктіріп араластырып алатын боламыз. Біріктіріп аламыз. Біздің салмамыз дайын болды. Ендігі осы салмамыздың үстіне осындай Орео печеньесін осылай жақсылап кесіп, ұнтақтап кесіп алатын боламыз. Барлығын дайындап. Енді осыны салмамызға араластырып біріктіріп алатын боламыз. Мына біздің салмамыз дайын болды. Енді осыны барлығын қамырымыздың үстіне толық құйып шығатын боламыз. Барлығын осылай толық құйып шықтық. Ендігі үстіне осылай бүтіндей Орео печеньемізді әдемілік үшін қойып шықсаңыздар да болады, өзіңіздің қалауыңызбен. Енді осы пирогымызды 160 градуста 30 минутта толық пісіріп алатын боламыз. Мына біздің пирогымыз толық пісті. Мен формада әбден суығаннан кейін ғана формадан алдым. Мына өте керемет, өзінің формасын ұстайтын керемет пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларға енді керемет ұнайтын болады. Бір емес, екеуін жасадым мен. Өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер де осы видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттер арнамда болатын болады. Баршаңызға да көп рахмет. Сіздермен болған Рима. Келесі видеода кездескенше.